Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 62-ші сабақта біз қорытынды біздің жобамыз және табиғат және біз деген сабақты өтеміз. Осымен біз 2-ші тоқсанда аяқтаймыз. Бірінші тапсырмада мәтінді оқы. Айналамызға көз жіберсек, алуан түсті бояуға малынған сұлу көріністі байқаймыз. Ол суреттің ішіне ағаш та, бұта да, шөп те, өзен, көл де, тау мен тас та кіреді. Бұлардың бәрі сені қоршаған дүние немесе табиғат деп аталады. Осы дүниенің ішіне сен де барсың. Қоршаған ортаны танып білу үшін оны бақылаймыз. Адам көп нәрсені табиғаттан үйренеді. Өсімдіктер мен жануарлардың тіршілігін бақылап, оларды қалай өсіруге болатынын біледі. Егін егіп өнім алды. Жануарларды бағып, олардан жүн, сүт, ет алу жолдарын меңгерді. Балалар, табиғаттың байлығы мен сұлулығын қорғаңдар. Тапсырма: мәтіндегі соңғы сөйлемнің айтылу ырғағы мен тыныс белгісіне назар аудар. Бұл жерде неге назар аударамыз? Балалар, яғни қаратып айтып тұр, иә, балалар деп, одан кейін өтір тұр. Одан кейін барып табиғаттың байлығы мен сұлулығын қорғаңдар деп тұр. Енді қарамен жазылған сөздерді қатыстырып, лепті сөйлем құрап жазыңдар дейді. Лепті сөйлем дегеніміз ол ерекше көңіл күйге, сезімге байланысты, яғни қуану, ренжу, таңдану, сондай ойды білдіретін сөйлемді айтамыз. Енді бұл жерде біз ағаш, бұта деген қарамен жазылған сөздерге бір таңданысты жеткізетіндей сөйлем жасайық. Мысалы, ағаштар сондай жап-жасыл, бұтаның арасы соншама қалың, жайлаудың шөбі сондай шүйгін, туған жерімнің өзен көлдері сондай мөп-мөлдір, алдымыздағы тау неткен биік, жағалауда жатқан тастар қандай әдемі деген лепті сөйлем құрап жазсақ болады. Одан кейінгі тапсырмада бізге сұрақтарға жауап бер, мұғалімнің көмегімен дұрыс жауапты біліп ал дейді. Енді қараңдар, сұрақтар: көктемде бірінші болып қандай құс келеді дейді. Көктемде ең бірінші ұшып келетін құс ол ұзақ деп аталады. Ұзақ деген құс ол ең бірінші алғаш ұшып келеді. Бұл құс көктемнің жаршысы деп аталады. Одан екіншіде ағаш бұтағын сындыруға бола ма? Әрине, ағаш бұтағын сындыруға болмайды, иә. Біз білеміз, жас шыбықты сындырма деген өсиет бар. Ағаштың бұтағын сындыруға болмайды. Одан кейінгі үшінші сұрақ: егер құс ұясын көрсең, не істейсің дейді. Егер құс ұясына көрсек, оған тиіспейміз, балапандарын қолмен ұстамаймыз, қарамаймыз. Өйткені құстың ұясына тиісуге болмайды. Ол жерде дәрменсіз балапандар немесе құстың жұмыртқасы болуы мүмкін. Олар өте әлсіз болады. Одан кейін төртінші: орманда от жағуға бола ма? Себебін түсіндір дейді. Әрине, болмайды. От жағуға, орманда үлкендердің қарауынсыз от жағуға болмайды. Үлкендер өрт қауіпсіздігін біліп барып қана от жағу керек. Өйткені орман үшін өрт шалуы мүмкін. Бесінші сұрақта: бөлме өсімдіктеріне күтім жасайсың ба дейді. Енді ол сендер өздерің жауаптарыңда жазыңдар. Мен бөлме өсімдіктеріне күтім жасаймын деп жаздым. Яғни су құйып, топырағын қопсытамын. Бөлме өсімдіктеріне күтім жасау аса маңызды. Күтім жасау үшін өсімдіктер туралы толық ақпарат білу керек. Мысалы, кейбір өсімдіктер суды, жарықты ұнатпайды, ал кейбіреу керісінше олардың топырақтарына да күтім керек. Сол кезде олар жайқалып өсетін болады. Одан кейін алтыншы сұраққа: туған өлкеңде қандай өсімдіктер өседі дегенге, туған өлкемде өсімдіктердің көп түрі өседі деп жазсақ болады. Қазақстанның солтүстік аймағында жылауық, қайың, талдың бірнеше түрлері, бұталардан итмұрын, тобылғы, далалық шие тағы басқа өседі. Батыс Қазақстанда өсімдіктің 2000-нен астам түрі бар. Ал негізгі басым түрлері қауboз, сонымен қатар бөтеге, тобылғы, қарағай, аласа бадам, мия, жыңғыл. Оңтүстік Қазақстанда сексеуіл мен сұр жусан көбірек кездеседі. Ал шығыс Қазақстандағы Алтай баурайын шымды астық тұқымда шөптер даласы, одан төменірек бетегелі, селеулі, ал жоғарақта қайыңды, теректі, шоқтатай аралас шөпті сексеуілді дала алып жатыр деп жазып қоямыз. Жетінші тапсырмада: көшеде қоқыс жаса не істейсің дейді. Көшеде қоқысты әрдайым қоқыс жәшігіне салу керек. Кейін соңғы сұрақта: гүлзарларда өсіп тұрған гүлді жұласың ба дейді. Әрине, жұлуға болмайды. Себебі ол аймақтың ауыл, аудан болсын, қала болсын көркіне сән беріп тұр. Гүлзардағы гүлдердің хош иісі мен әдемілігі тұрғындардың көңіл күйіне де әсер етеді дейміз. Енді осы 4-6 сұраққа дұрыс жауап бере алсаң, онда сен табиғатпен доссың дейді. 7-8 сұраққа дұрыс жауап берсең, онда сен нағыз табиғат жанашырсың. Ал 4-тен кем болса жауабың, онда табиғатмен дос болуды үйрен дейді. Үшінші жаттығуда табиғат пен табиғат құбылыстар туралы мақал мәтелдер мен жұмбақтарды жинастыр дейді.
Мысалы, адамның табиғатсыз күні жоқ, табиғаттың оны айтар тілі жоқ. Табиғат жер байлығы, батырлар ел байлығы. Нөсер алдында найзағай ойнайды, күн күркіресе көп дүркірер. Күркіреген бұлтты жаңбыры аз. Ал енді жұмбақтан түнде сөнемін, таңертең қайта келемін. Ол күн, немесе күмбірлетіп тау үшін қайталанды дауысым. Ол жаңғырық. Тауда айғайласаң, өзіңнің даусың өзіңе қайтып келеді, жаңғырып. Одан кейін төгілер жерге ақ моншақ, ғайып болды сол шақта. Ол бұршақ. Кей кезде жаңбырдың орнына бұршақ жауады ғой балалар, соны айтып тұр. Енді аспандағы ала доп жарқырайды жарық боп. Ол да жауабы күн. Енді табиғатты қорғақ тақырыбынан нұсқаулықтар құрастыр дейді. Қандай нұсқаулық құрастырсақ болады? Мысалы, табиғатқа шыққанда от жағуға тыйым салынады. Екінші, табиғатқа шыққанда қоқыс тастауға болмайды. Одан кейін табиғаттағы өзен көлдерді ластауға болмайды деп жазсақ болады. Одан кейін жан-жануарларға қамқорлық таныту керек дейміз. Енді ондағы сөйлемдердің байланысын сызба арқылы белгіле дейді. Міне сызба арқылы белгілеп қойдық. Мысалы, бірінші сөйлемдегі табиғатқа шыққанда от жағуға тыйым салынады деген, табиғатқа шыққанда от жағуға тыйым салынады және тыйым салынады деген өзара байланысады. Тура сол сияқты қалғандарыныкін көрсетіп қойдық. Балалар, келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды.